Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге дәл осындай ашыған қамырдың рецептісімен бөлісемін. Бұл рецептті мен 2 жылдан астам қолданып келемін. Сіздерге де кеңес етемін. Ең алдымен жылы суымызды тысымызға құйып аламыз. Су қатты ыстық, қатты суық болмауы қажет. Сосын қантымызды саламыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде мұқият араластырыңыздар, себебі қантымыз бен тұзымыз жақсы еруі қажет. Ерітілген сары майымызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Және дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың барлығын електен өткізіп, салып жібереміз. Енді барлық ұнымызды салып болғаннан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Міне осындай қамыр шықты. Енді бетін жауып, шамамен 10-15 минуттай бетін жауып қоямыз. Бұл көп көтерілуді қажет етпейді. Міне өте керемет көтерілген. Мен шынымды айтайын, көп уақыт кетпейтін әрі ең оңай рецепттердің бірі. Сіз егер осы қамырды жасасаңыз, еш өкінбейсіз. Сіздің күнделікті жасайтын тағамыңызға айналатынына мен сенімдімін. Міне аралардың барлығы жақсы көтерілген. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл тек қана бауырсақ, шелпек емес, барлық пицца